Тыйым салынған түн. Сәлем достар. Сіздермен бірге түнгі хикаялар арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ол әйел әрқашан сабырлы, өзіне сенімді көрінетін. Бірақ түнгі тыныштықта оның жүрегін мазалаған құпия сезімдері ашылып шыға бастады. Жарық сөнген соң бөлменің іші жұмбаққа толып, әр қимылы одан сайын тартымды бола түсті. Ол терезе алдына барып ай сәулесіне қарап тұрды. Сырттай салқын көрінгенімен, ішіндегі жан айқайын ешкім естімейтін. Тек жалғыз бір жан бар еді, оның жан дүниесін түсіне алатын. Бірақ сол жанға жақындау қауіпті шекарадан аттау болатын ай сәулесі терезеден ішке сығалап, оның бейнесін жұмсақ жарыққа орады. Сырт көзге бәрі қалыпты, тыныш көрінгенімен жүрегінде дауыл ойнады. Ол қолына ұстап тұрған кітапты жауып қойды, бірақ оқуға деген құлқы баяғыда жоғалған еді. Ойы тек бір адамға ауып кеткен. Сол жанды көрген сайын жүрегінде әлдеқандай от тұтанып, санасымен жүрегі таласқа түсетін. Жақындауға болмайтынын жақсы білетін, бірақ соған қарамастан оны қиялынан өшіре алмады. Кенет есік сықырлап ашылды. Ол кіріп келді. Әдеттегі сабырлы жүзі сол сәтте жұмсақ тартымдылыққа толып кеткендей. Екеуінің арасында үнсіздік орнады, бірақ бұл үнсіздіктің өзі мың сөзден артық еді. Ол жай ғана үстелдің шетіне сүйеніп оған қарады. Қараған сайын көз жанары тереңге тартып, жүрек дүрсілін күшейте түсті. Уақыт тоқтап қалғандай сезілді. Сенің көзіңде бір сыр бар, деді ол сыбырлай. Оның даусы жанын дір еткізді. Қарапайым сөз секілді, бірақ ішінде жасырын құштарлық, үнсіз аңсар бар еді. Ол ештеңе демеді. Тек жүрегі арқылы сөйлеп тұрғандай болды. Олардың арасы тым жақын еді. Әр тыныс, әр қозғалыс екеуінде жақындастыра берді. Үнсіздік тыйым салынған түннің басты куәсі болды. Ол қолын созып, оның иығына жеңіл ғана тиді. Сол сәтте бүкіл әлем ұмытылғандай, тек екеуі ғана қалғандай еді. Жүректер үндесті, бірақ сөз айтылмады. Тек жанарларынан оқылған сыр бәрін баяндап тұрғандай. Ай сәулесі олардың бейнесін аймалап, бұл түннің кездейсоқ емес, тағдырдың белгісі екенін еске салғандай болды. Ол қолын иығына қойған сәтте бүкіл денесі дір ете қалды. Қарапайым жанасу болса да, жүрегін өрттей шарпыды. Сол сәтте екеуі де бұл түннің жай ғана кездейсоқтық емес екенін түсінді. Жанарлары түйісіп, көздерінен жасырын аңсарды оқыды. Тек көзқарас арқылы талай сөз айтылғандай еді. Біз бұлай істемеуіміз керек, деді ол сыбырлай. Бірақ даусынан қимастықпен әлсіз қарсылық қана сезілді. Білемін, деді екіншісі баяу. Бірақ жүрекке тыйым жоқ қой. Осы сөзден кейін үнсіздік қайта орнады. Уақыт тоқтағандай. Терезеден түскен ай сәулесі олардың арасына жол салып тұрғандай еді. Ол ақырын ғана жақындап, маңдайын оның иығына сүйеді. Құшақтасып үнсіз тұрып қалды. Сол сәтте ешқандай сөздің керегі жоқ еді. Жүрек дүрсілі, тыныстың ыстығы бәрін жеткізіп тұрды. Бұл құшақ тыйым салынған, бірақ ең шынайы, ең таза құшақ еді. Екеуі де осы сәттің мәңгілік есте қалатынын білді. Сыртта самал жел есіп терезені сәл тербеді. Табиғат та олардың құпия сезімін сыр қылып қорғап тұрғандай. Уақыт өте берді, бірақ олар бір-бірін босатпады. Бәлкім ертең бәрі ұмытылар. Бәлкім бұл түн жай ғана құпия болып қалар. Бірақ дәл қазір, дәл осы сәтте олар үшін бүкіл әлем тоқтап қалғандай еді. Ай сәулесі бөлмені ақ нұрға бөліп, бұл түнді тарихқа жазып қойғандай болды. Құшақтасқан күйі екеуі үнсіз қалды. Жүректері бір ырғақпен соғып тұрды. Бұл үнсіздіктің өзі олар үшін әуен секілді еді, баяу, бірақ өте әсерлі. Ол басын көтеріп, оның жүзіне қарады. Айдың жарығы бет пішінін жұмбақтай көрсетіп, көзіне ерекше тереңдік беріп тұрды. Сол көзқарастан ол бойындағы бар әлсіздігін сезді. Ертең бәрі өзгереді, деді ол ақырын ғана. Мейлі, деп сыбырлады екіншісі. Бірақ дәл қазір бізге осы сәт қымбат. Олар қайтадан құшақтаса түсті. Бұл құшақта жасырынған сыр көп еді, айтылмаған сөздер, жасалмаған қадамдар, бірақ бәрін жүрекпен сезінген сезімдер. Сыртта түн әлі терең, жұлдыздар тым жақын көрінді. Әлем екеуі үшін ғана тыныстап тұрғандай еді. Бөлменің іші жылынып кетті. Әрбір қозғалыс, әрбір тыныс екеуін одан сайын жақындастыра берді.
Ол қолын жай ғана оның қолына қоя салды. Сол сәтте жүрек дүрсілі бұрынғыдан да күшейді. Тыйым салынған түн екеуінің арасындағы шекараны өшіріп, тек жүрек пен жан қалауын қалдырғандай болды. Кенет терезенің сыртынан таңғы самал сезілді. Аспан бозара бастап еді. Таң жақындап қалғанын екеуі де түсінді. Бірақ олар әлі де құшақтасып тұрды. Бұл түнді ешқашан ұмытпаймын, деді ол сыбырлап. Мен де, деп жауап берді екіншісі. Бірақ оны ешкім білмеуі керек. Таң атты. Бірақ түнде туған құпия сезім жүректерінде мәңгі сақталып қалды. Таң атқан соң бәрі өзгереді деп ойлаған. Бірақ таңның өзі оларды өзгертпеді. Керісінше жүректерін бұрынғыдан да жақындатқандай болды. Ол оянғанда терезеден күннің алғашқы шапағы төгіліп тұрды. Жанында үнсіз ғана қарап отырған сол жан. Көзқарасынан айталмаған мың сырды оқуға болатын. Біз кеше шекарадан өттік, деді ол күбірлеп. Қайтеміз енді? Қайтып оралуға кеш, деп жауап берді екіншісі. Өйткені жүрегіміз әлдеқашан сол шекарадан өткен. Олар тағы да үнсіз қалды. Үнсіздік ең қауіпті әрі ең тәтті сәт еді. Ол қанша жасырса да жанарынан махаббаттың ыстығы көрініп тұрды. Күнделікті өмір қайтадан басталды. Бірақ екеуінің арасында енді бұрынғыдай жай таныстық жоқ еді. Әр кездескенде көзқарастарында жасырын жылылық, қолдары жанаса қалса, жүректерінде түнгі сыр оянатын. Кейде екеуі ұзақ сөйлеспей, тек бірге үнсіз отырып қалатын. Бұл үнсіздіктің өзі олар үшін мың әңгімеге татитын. Бірақ түнгі құшақ оларға бақыт сыйлағанымен қорқыныш та келді. Өйткені олардың сезімін ешкім білмеуі керек еді. Бұл құпия. Бұл екеуінің ғана түнгі әлемі. Соған қарамастан олар қайтадан кездеспей қала алмады. Әр түн сайын бір-бірін аңсау күшейе түсті. Бір күні ол телефон арқылы сыбырлап қана айтты. Бүгін тағы да ай сәулесін бірге қарсы алғымыз келмей ме? Осы сөзден кейін бәрі басталды. Екінші түн алғашқыдан да қауіпті, алғашқыдан да тәтті болды. Олардың құпия түндері бір емес, бірнеше рет қайталанды. Әр жолы алғашқыдай тәтті, алғашқыдай қауіпті еді. Бірақ уақыт өте келе жүрекке тыйым салуы мүмкін емес екені анықталды. Ол күндіз көпшіліктің алдында сабырлы, салқын кейіп танытатын. Ал түн түскенде ғана жүрегі шынайы соға бастайтын. Жанында тек ол болса, бүкіл әлем ұмытылатын. Бірақ кез келген құпияның бір күні әшкере болатыны белгілі. Таңғы бір сәтте ол терезе алдында тұрып, өзін-өзі сұраққа алды. Біз қанша уақыт осылай жалғастыра аламыз? Оның да жүрегінде сол сұрақ тұрды. Бірақ жауап табылмады. Өйткені сезімге жауап жоқ, тек жүректің таңдауы ғана бар. Сол түні екеуі тағы кездесті. Бұл жолы үнсіздік бұрынғыдан да ауыр болды. Құшақтасты, бірақ жүректері алдағы ажырауды сезіп тұрды. Біз бұл махаббатты сақтай алмаймыз, деді ол ақырын. Иә, деп сыбырлады екіншісі. Бірақ біз оны ұмытпаймыз. Екеуі ұзақ құшақтасты. Бұл құшақ қоштасудың, бірақ мәңгілік естеліктің құшағы еді. Таң жақындағанда олар ақыры бір-бірін босатты. Содан кейін олардың жолдары екіге бөлінді. Әркім өз өмірін жалғастырды. Бірақ жүректерінде бір құпия түн мәңгі сақталды. Қайда жүрсе де, кімнің жанында болса да, түнгі ай сәулесін көргенде екеуінің де есіне сол бір сәт оралатын. Үнсіздікке толы, бірақ жүректі от қылған түн. Бұл түн тыйым салынған, бірақ ең шынайы, ең ыстық түн еді.